Сәлем, жаңа күн. Мен сені қуанып қарсы аламын. Тереңнен демалыңыздар. Өзіңізді зорламай, үлкен бір махаббатпен, үлкен бір нәзіктікпен демалыңыздар. Отырып тыңдасаңыздар да болады, жатып тыңдасаңыздар да болады. Бүгін әлем саған сәлем бергім келіп тұр. Жымиып қойыңыздар. Назарларыңызды оң аяқтарыңызға салыңыздар. Сезініңіздер. Енді назарыңызды сол құлағыңызға салыңыз. Құлағыңыз алып тұрған кеңістікті сезініңіз. Енді назарыңызды жүрегіңізге аударыңыз. Жүрегіңіздегі үлкен махаббатты, шексіз махаббатты сезініңіз. Өзіңіз жатқан бөлменің кеңістігін сезініңіз. Рахаттанып, нәзіктікпен демалыңыз. Енді назарыңызды екі қасыңыздың ортасында шамалы жоғары орналасқан үшінші көзге бағыттаңыз. Енді сол жерге қарап рахаттаныңыз. Жаймен назарыңызды мұрныңыздан шығып кіріп жатқан демге аударыңыз. Жайлап деміңізді сезініңіз. Деміңізді сезініп отырып, мен бармын. Әлем, мен бармын деп сезініңіз. Мен қауіпсіздіктемін. Мен бармын. Менің бұл әлемге берерім көп. Мен Алланың қамқорлығындамын. Маған келіп тұрған ешқандай қауіп жоқ. Мен бармын. Бар болғаным үшін ризамын. Таңды көргенім үшін ризамын. Әр деміме ризамын. Менің әр демім Құдайдың соғып тұрған жүрегі. Мен әр демімді сезіп жатырмын. Не сезіп отырмын? Ішіңізге қараңыз. Ішіңіздегі қимылдарды сезініңіз. Мен жаңа өмір бастауға бел будым. Бүгіннен бастап санамен өз өмірімді басқаруға бел будым. Мен қайғыратын ешқандай себеп жоқ.
Себебі мен бармын. Мені әлпештеген Аллам бар. Мені Алла шартсыз сүйеді. Менің әр қалауымды Аллам естиді. Менің әрбір жүрек соққанымды да Алла қамқорлықпен қадағалайды. Мені демалдырып жатқанда, мені қуантып жатқанда, сөйлетіп жатқанда, ойлатып жатқанда, сезіндіріп жатқанда, Аллам. Мен демаламын деп күш салмаймын. Жүрегімді соқтырайын, қанымды айналдырайын, аяғымды жүргіздірейін деп күш салмаймын. Барлығы Құдайдың қамқорлығы. Күнді де маған Алла шығарып беріп жатыр. Жаңбырды да Алла сыйлап жатыр. Оның алдында менің қалау, тілек, армандарым лезде орындалады. Мен бүгіннен бастап тағдырымды Аллаға тапсырдым. Алла мені қуансын, мына өмірден ләззат алсын деп соншалықты жағдайымды жасап қойған. Маған тек қана армандап, қалауымды ұлы күш, ұлы құбылыс Аллаға жеткізу ғана керек. Мен алғысы жоқ, шүкіршілігі жоқ пенде емеспін. О ұлы күш, осынша бар әлемді қозғалтып, қимылдатып қойған, мені де қимылдатып қойған о ұлы күш. Білемін, сен мені естисің, сен мені сезесің. Мен де сенің әр күні қамқорлығыңды сезіп жүрмін. Мен саған ризамын. Мен бай емеспін деп айта алмаймын. Себебі ешқандай байлыққа сатылмайтын өмірім бар. Әрбір мүшемді қимылдатып қойғасын. Денеме жан бітіріп қойғансың. Тек қана қалауымды білдірсем ғана болды. Өзің жетелеп, өзің алақаныңа салып аялап, бағыт, бағдар беретін өзіңсің. Мен бүгінгі күніме ризашылық білдіремін. Күлімсіреген күнді көргеніме ризашылық білдіремін. Күннің әрбір шуағы денемнің әрбір клеткасын аймалап сүйіп тұр. Осы күнге дейін соқтырып қойған жүрегім үшін рахмет айтуды ойламаппын. Бүйрегім үшін, бауырым үшін, жүргізіп қойған аяқтарым үшін, қолдарым үшін, қаншама жақсылықты көретін көздерім үшін, жақсылықты естетін құлақтарым үшін, дәм сезетін
тілім үшін, иіс сезетін мұрыным үшін рахмет айтуды ойламаппын. Иә, деніміз сау кезде бұндай нәрселерге көңіл бөлмейміз. Ол кәдімгі шартты нәрсе сияқты. Бірақ өкінішке орай көп адам жоғалтқанда ғана бағалайды. Жоқ, мен соншалықты санасы адам емеспін. Мен бүгіннен бастап әр жақсылықты, Алланың берген әр несібесін бағалайтын боламын. Аллама шүкір, мен бақыттымын. Мен саналымын. Мен күннен күнге өсіп келемін. Күннен күнге өзімді сезіп келемін. Мен бүгіннен бастап өзімді сатпауға сөз беремін. Өмір қандай тамаша. Адамдар өте мейірімді. Менің жан-жағымдағы адамдардың бәрі маған тек қана жақсылық тілейді. Мен бүгіннен бастап бақыт, қуаныш, жылулық сезімін ғана шығарамын. Себебі мен әлемге не сыйласам, әлем маған соны сыйлайды. Мен әлемге сенемін. Мен Алланың қамқорындамын. Мен ұлы күштің ерке баласымын. Алла мені тек қана сүйеді. Бүгіннен бастап қандай мақсатпен жаратқан болсаң, сол мақсатыма талпынуға, ішімдегі құдіретімді, ішімдегі талантымды ашуға сөз беремін. Бүгіннен бастап өзімнің ішіме үңілемін. Себеп сен менің ішімдесің, о ұлы күш. Мен бақыттымын. Мен бақыттымын. Мен бақыттымын. Мен жаңа адаммын. Мен бүгіннен бастап өзімді қайта жасаймын. Мен сабырлымын. Мен мейірімдімін. Мен нәзікпін. Менің жүрегімде тыныштық бар. Мен осы әлемдегі бар жақсылықты өзіме тартамын. Мен күреспеймін. Мен таласпаймын. Мен тек қана ағым болып ағамын. Менің өмірімде дұрыс емес нәрсе жоқ. Жоқ. Алла ешқашан қателеспейді. Өмірімдегі осы күнге дейінгі ауыртпашылық, қиыншылық, сынақ дегеннің барлығы тек маған көмектесу үшін болған жағдайлар екен. Күн арқылы Аллам маған күлімсіреп тұр. Күннің шуағы басымнан бастап аяғыма дейін жылулық беріп шуағын төгіп тұр. Күн күлімсіреп шуағын басыма, шаштарыма, көздеріме,
мұрныма, беттеріме, иықтарыма, көкіректеріме, қолдарыма, асқазаныма, жүрегіме, бауырыма, іштеріме, аяқтарыма, әр клеткама нұрын төгіп тұр. Осы отырыста, не осы жаттыста мен Құдайдың күн арқылы мені аймалап жатқанын, еркелетіп жатқанын сезініп тұрмын. Мен бүгіннен бастап тек қана жақсы сезімдерді сезінуге, жақсы ойлауға шешім қабылдадым. Мен өзім қалағандай адам болуға шешім қабылдадым. Себебі ұлы күш Алла біз не сұрасақ соны береді. Мен бүгіннен бастап өзімді әлемдегі ең бақытты, ең бай, ең дені сау адам ретінде сезінуге сөз беремін. Мен бүгін мені ренжітті деген, мені таптады деген, мені қорлады деген, мені жылатты деген адамдар мен жағдайларға, ситуацияларға ризашылық білдірем. Бұл ұлы күш Алланың маған деген қол созған көмегі екен. Мені оятқысы келіпті, менің ішімдегі құдіретті оятқысы келіпті. Ішімдегі қаншама күшті, махаббатты, мейірімді танысын, өзінің кім екенін білсін деп тәрбиелеген екен. Әрбір мені ренжіткен, мені таптаған адамға да, әрбір қинаған ситуация, жағдайларға да мен бүгін ризамын. О ұлы күш, мен сені естідім. Мен сенің махаббатыңды сезіндім. Мен денемдегі әрбір қимылды сезінуді үйрендім. Мен өзімді естуді үйрендім. Мен бүгіннен бастап өзімді сатпаймын. Мен құндымын. Мен бар жақсылыққа лайықтымын. Менің қолымнан бәрі келеді. Бұл әлемде менің дұшпаным жоқ. Бұл әлемде менің жауым жоқ. Себебі барлығы бір Алладан тұрады. Мен бүгіннен бастап батыл әрекет қылуға, бақытты өмір сүруге сөз беремін. Себебі мен Алланың қамқорлығындамын.